Адам ата жәннатта жүріп көңіліне қаяу түседі екен ғой. Жалғыз ғой, өткен адамда Алла тағала сезіп, кешке ұйықтап жатқанда қабырғасынан Хауананы жаратқан екен. Жүрегің тыныш тапсын дейді. Ер мен әйелді Құранда сол үшін айтады. Бір-біріңе тыныштық сыйлаңдаршы. Қарасаңшы, егер ер кісі әйелі болмаса, әйел кісі ер болмаса, тыныштық таппайды екен ғой ол бәрі. Ешқашан тыныштық таппайды. Сол тыныштықты Алла тағала бір-біріне сап қойды. Екеуі бір-бірімен ұрсып отырса да, ол тыныштықта негізі. Ол қызықта негізі. Ол қанша көргенбіз, бір ата әжелеріміз болатын. Қашан көрсең, екеуі соғыста, біреу өліп қалды, екінші егіл-дегіл жылап отыр. Әй, соғысып қалатын, шалым кетіп қалды дейді да. Ол бекер емес, шындық айтып отыр да. Келінмен ұрсайын десең, ол сені көтере алмайды. Балаңа ұрсаң, ерінің бір түйті қашып кетеді. Ағайынға ұрсаң, бөлініп кетеді. Анау шалыңмен күніге соғыссаң да қайтып келе береді ғой. Ол саған жауап айтады. Екеуің қанша соғыссаң да сол ырылдасын, қаппасын, артық менен таппасын деген сол ғой.